Енді ғана қатарымызға қосылып жатқан жандар болса, таң берекелі болсын дейміз. Эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Мәди, бір сұрақ болыпты негізі. Қазіргі таңда адамдар робот болып бара жатқан жоқпыз ба? Таңертең жұмысқа келеміз, кешке қайтамыз деген секілді. Жоқ, олай ойламай. Енді мысалы қоғамдық көлікте жүргенде қараймыз ғой, қазіргі осы күз айларында әсіресе адамдар бір түнеріп, қабақтарын түйіп, бір көңілсіз жүретін секілді. Дұрыс айтасың. Мен де соңғы уақытта көп байқап жүрмін. Олай болса, келесі біздің қонағымыз тура осы тақырып барысында кеңес береді психолог Бота Нәбихан. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Сәлеметсіздер ме? Шақырғандарыңыз үшін көп рахмет. Көңіл күйім жақсы. Сіздерше қалайсыздар? Тамаша. Жақсы, керемет. Бізде керемет. Жалпы мынау күздегі күйзеліс деген қалыпты ма адамдар? Неге адамдар күз айында күйзеліске түседі? Ал жазда бүкілі бір керемет қуанып жүреді ғой? Әрине түсінікті жағдай, бәріміз содан өткен шығармыз. Оның көп себептері бар негізі. Әр адам әртүрлі болғандықтан. Бірақ менің ойымша, ең көп таралған деп айтатыны ол бейімделу процесі. Себебі жазда жылы, көбінесе ол каникул мысалы, демалыс күндермен ассоциацияға түседі ғой. Сондықтан сондай бір қуанышты бостандық кезеңінен күздің бір суық, тұманды күндеріне ауысу барысында біз физикалық тұрғыда да, психикалық тұрғыда да кішігірім болсын стрессті сезінеміз. Өйткені кез келген өзгеріс адам үшін ол стресс. Жақсы болсын, жаман болсын, өзгеріс ол әрдайым біз үшін қиындыққа түседі. Сондықтан сондай бір күзгі уақыттың айтып жатқан күйзелістің басты себептерінің бірі осы деп ойлаймын. Айдана күйзеліске түсетін шығар, мен күйзеліске түспеймін. Оның себебі бар ма мысалға? Әрине, мысалы кейбір адамдар көбінесе қатты өзінің проблемаларына, өзінің ішкі өміріне, ішкі қандай бір мәселелеріне қатты үңіліп қалады да, сыртқы ортада не болып жатқанын, жалпы оларды не қуантатынын ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан оған қоса сыртқы ортаның сондай бір келеңсіз жағдайлар әсер етеді, сонда сіз мүмкін күйзелістерге көбірек бататын шығарсыз. Мүмкін. Айтыңызшы, сіздің таңыңызды қарапайым таңғы аспен атады ма, әлде бір аффирмация жасап, өзге де бір іс-әрекеттер жасайсыз ба? Жалпы айтады ғой, таң қалай басталса, солай аяқталады деп. Иә. Алайда мен үшін таң ату өте қиын процесс негізі. Бірінші оянғанша, бет аузымды жуғанша, шай ішкенше, мүлдем оянбадым деп айтуға болады. Тіпті менің атымды сұрасаңыз айта алмайтын шығармын сондай кездері. Жалпы мен үшін таң жақсы ату үшін жалпы қиындықтар болып жатса тұрғанда, мен өзімді мақтауға тырысамын. Тұрдың, жарайсың, тұрғаның өзі күш дегендей. Сондықтан өзіңізді мақтауды ұмытпау керек. Міндетті түрде айнаға қарап өзіңді бір мақтап алу керек дейсіз. Иә. Жалпы осы күйзеліс демекші, қарапайым күйбең тіршіліктің арасында осы күйзеліске түспеу үшін не істеу керекпіз? Қиын сұрақ негізі, өте қиын сұрақ. Адамға байланысты дейсіз ғой, әр нәрседен бір қуаныш таба білу керек секілді. Бірақ та бұның шешімі болу керек шығар енді. Психолог мамандар бұл туралы не айтады? Ең алдымен күйзеліске батпау үшін, жалпы немесе батқан күннің өзінде өзіңді шығара алу үшін қараңғы ғой. Көзіңді ашсаң қараңғы, көзіңді жапсаң да қараңғы, солай жүреміз. Осындай кездері ойын, үйде нан жоқ, жұмыста қазір ананы жасау керек, нан жасау деген ойлар қатты сізді батырып, сізді одан әрі тереңге алып кетуі мүмкін. Осындай кездері өзіңізді уақытылы ұстап қалу, тоса тұрыңыз. Мен неге мынаны ойлап жатырмын? Онда да басқа да мәселелер бар ғой. Мынаған қарағанда мен басқа да маған көңілді заттар туралы ойлай аламын ғой. Осындай кездер өзіңізді уақытылы ұстап алу қатты көмектеседі. Мектеп кезде көбінесе психологқа бару, ол бір намысқа келетін, бір ұялатын нәрсе. Қазіргі таңда ол стереотип бұзылды ма? Өкінішке орай жоқ әлі. Мысалы, мен қазір студенттермен жұмыс істеймін ғой. Біздің ең алғашқы жұмыстарымыздың бірі ол балаларды емдеуден гөрі бізге келуді жасау, шақыру өте қиын. Ол да бір психологиялық зат па? Иә, олар қорқады. Олардың ойынша, қазір мен психологқа барсам, біріншіден мен аурумын деген сөз. Қазір маған дәріні береді, мені қазір ауруханаға апарады, ата-анама айтады, мұғалімдерге айтады, бітті өмірім аяқталды деген сияқты заттар бар, өкінішке орай сондай қорқыныштарға толы. Сондықтан қазіргі таңда менің және көп психологтардың сондай бір алғашқы жұмыстарының бірі ол психологиялық ағарту болып табылады. Яғни сіз маған келсеңіз, ең алдымен біздің арамызда әңгіме ол конфиденциальный, ешкімге тарамайды. Сіз не туралы айтсаңыз да, бұл сіздің сезімдеріңіз маңызды деген сияқты идеяларды таратуға тырысамыз. Жалпы психологиялық тұрғыдан тағы да осы күйзеліске келеміз ғой. Осы күйзелістің бір шығуына көмектесетін жалпы өздеріңіздің ерекше ойындарыңыз болады ма?
Иә, өте көп терапия түрлері бар негізі психологияда. Менің ойымша, жалпы маған ұнамды, ол арт-терапия болып табылады. Яғни біз күнделікті тұрғыда көп зат туралы уайымдаймыз ғой. Сондықтан кішкене мидан іс-әрекетке ауысқан бізге бір демалысты береді. Сондықтан сурет салу менің ойымша жақсы терапиялардың бірі. Мысалы, қорқыныштарыңызды салу, немесе уайымдарыңызды салу, немесе керісінше сізді қуантатын бір сезімді заттандыру, ол осы мидан іс-әрекетке ауысу процесіне көмектеседі. Одан да басқа да әрине жаттығулар бар, мысалы денеге байланысты, немесе әртүрлі тесттер бар, мысалы адамдар тура солай кішкене болсын ой әлемінен қазіргі шынайы әлемге ауыстыруға көмектесетіндей. Қазіргі таңда жастар әдеби кітаптардан бөлек психологиялық кітаптарды көп оқиды. Оның себебі неде? Менің ойымша ол қуанышты тенденция, себебі қазіргі таңдағы балалар менімен не болып жатыр, мен бұл әлемде не істеймін деген сияқты сұрақтарды жиі өзіне қоя бастайды. Сондай бір жауаптарды іздену барысында психологиялық кітаптарға жүгінеді. Әрине, оның барлығының сапасы қандай екендігін ешкім гарантия бермейді, алайда жалпы қадам, жалпы қызығушылық менің ойымша өте жақсы. Жалпы Қазақстанда ең кездесетін осындай психологиялық түрі дейікші, депрессия, ең көп қазақстандар кездесетін. Кездесетін. Жалпы психологтар сондай сәтке тап болады ма? Ондай кезде психологтар маман ретінде қалай шығады? Бәріміз адамбыз ғой, менде кейде көңілім жоқ болады, немесе уайымдарға бататын кездерінде болады. Бұл қалыпты жағдай, сондықтан бізде де психологтар бар. Психологтың психологы бар, ол супервизия деп аталады. Яғни мен біз өзіміз психологқа барып, менде де осындай жағдайлар болып жатыр, немесе маған осындай клиент, немесе реципиент келді, мен оның жағдайын мысалы түсінбедім, немесе ол маған керісінше әсер етіп жатыр деген сияқты заттарды біз өзіміздің психологымызбен талқылаймыз, өзіміз оның шешімін табуға тырысамыз. Себебі менің психологиялық саулығым тікелей маған келген адамның психологиялық саулығына әсер етеді, сондықтан өзіңіз туралы ұмытпаңыздар ешқашан. Өте керемет жауап.